Ассалаумағалейкум, менің есімім Бауыржан, гигиена және эпидемиология маманы, висцеральная терапия, мануальная терапия маманымын. Жалпы бүгін тақырыпта біз хвощ полевая 40 буын туралы сөйлесетін боламыз. Міне осы шөп. Бұның қандай бүйрекке пайдасы бар, бүйректегі тасты қалай түсіреді, бүйректегі тұзды, сондай мәселелерде біз сөйлесетін боламыз. Видеоны толығымен көріңіз, өйткені бұның өзінің противопоказаниясы бар. Осы противопоказаниясын білмей жатып сіз ішіп қоятын болсаңыз, сізге одан да кері әсері болуы мүмкін. Ал бүйректегі тасты түсіру үшін сізге қалай ішу керек, барлығын сіздерге түсіндіріп айтатын боламын. Хвощ полевая бұл қандай ауруларға ем? Бүйректегі тасты үгітіп түсіреді, құм, және де бүйректегі тұз, құм, және де бүйректің жетіспеушілігі, және де бүйректің функциясını өте жақсы қалыпқа келтіреді. Және де реабилитация кезінде бактерия вирустарды, бүйректегі осы бактерия вирустарды жоқ қылып жіберетін мүмкіндікке ие. Жалпы бұрынғы кезде бұл хвощ полеваяны ата-бабаларымыз қолданды, осы уақытқа дейін. Қазіргі кезде бұл ұмытып кетті. Біздің современный Қазақстандағы медицинада бұны қолданбайды, бірақ почему-то Германияда, басқа үлкен Еуропа мемлекеттерінде осыны өздерінің современный медицинасында қолданады екен. Ал енді бұл хвощ полевая деген қайда өседі? Судың жағасында, өзендерде, орманда, сондай дымқыл жерлерде осындай, дәл осындай өсіп тұрады. Бұның және тұқымдастары бар, қалай айтсам болады. Дәл осындай түрін аласыздар, бұл лечебный түрі, жоғарыға өсіп тұрады, көрініп тұрсыздар ма? Жоғарыға өсіп тұрады. Бұл осындай керемет шөп. Егер де сіз басқа түрін көрсеңіз, оны алмаңыз, ішуге де болмайды. Тек осы лечебный составында. Ал егер сіз енді мен сізге бүйрек туралы айтайын. Бүйректе егер де сіз емдемейтін болсаңыз, оның соңы не болады? Бүйректегі тастарыңыз көбейе береді, құмдарыңыз көбейе береді, приступ пайда болады. Содан кейін сіз міндетті түрде операция жасауға міндетті боласыз, өйткені приступпен өмір сүру ол өте ауыр, мүмкін емес жалпы. Сол бүйрегіңізді сіздің емдемейді, тастарды алып тастай алмайды, өйткені ол сондай бір өте нәзік мүше, ол етпес, бір сүйек емес, бір тока қан тамырлардан ғана құралған мүше. Ал бұл тастар көп болатын болса, бұны алып тастай салады негізінде. Алып тастай салады, содан кейін сізде бір бүйрек жоқ болады. Ал бүйрексіз өмір сүру бұл өте ауыр. Бір жылға дейін, операциядан кейін сіз бір жылға дейін ішіңіз ауырады, спазм болады, ұйқы жоқ, басыңыз ауырады, астыңыз қорытылмайды. Жалпы бүйрекпен ауыратындар болса, комментарийға жазып кетіңіздерші, бүйректі операциямен алып тастағандар қандай болатынын. Сондай бір ауыр күндер болады, бір жыл бойы ойлаңызшы, бір жыл бойы сіз тоқтамай ауырасыз. Ал бір жылдан кейін сізде уже жеңілдік пайда болады, бірақ сізде одышка болады, әсіресе ер адамдар, сіздерде бүйректі сақтаңыздар, әйтпесе бүйректі сақтамайтын болсаңыздар, сізде көпке дейін шабу деген мүлдем ұмытасыздар, және де осының кесірінен семейный мәселелер пайда болады. Жалпы бұны қалай жасаймыз, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ал мынаның химический составы, химиялық құрамы қандай, мен сіздерге қазір экранға қосып қоям, көрсетіп қоям. Және бұны қалай дайындаймыз, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Мысалға, міне таза қайнатылған су, қайналу керек, кәдімгі қайнатылған суға осындай хвощ полевая, негізі мынау қазіргі жаңадан өсіп тұрған, мынау балғын свежий түрі де міне көрсетіп тұрған. Дәл осыны аласыздар да былай бөлесіздер. Бірінші содамен жуасыздар, тазалау керек, салқын суға содамен кәдімгідей жуасыздар, барлығын көп әкеліп аласыздар да, сосын мынаны бүйтіп үгітіп былай саласыздар. Ыстық суға, көрдіңіздер ме? Осылай саласыздар, бүтіндей. Примерно мына жерде бір 100 грамм сондай бар. Негізінде 100 граммға 200 миллилитр не салу керек? Миллилитр ма? 200 грамм. 200 грамм суға, 300 грамм суға салсаңыздар да болады. Осылай аласыздар да, мысалға, мен кітаппен көрсете алайын сіздерге. Кәдімгі осындай ыдыспен бетін жауып қоясыздар. Төменге түсет, көріп тұрсыздар ма? Төмен түсет. Осы 2 сағат тұру керек мынау. 2 сағат тұрады, 2 сағат тұрғаннан кейін мынаны бір күнде 3-ке бөліп жейсіздер. Азанда тамақтан бұрын жарты сағат бұрын, түсте обедте тамақтан жарты сағат бұрын, кешке тамақтан жарты сағат бұрын. Және бұл мочегонный болып саналады.
Ал егер де осыған тағы да эффектісі мықты болсын десеңіздер, укроптың семенасы бар ғой кәдімгі, сол укроптың семенасын бөлек, укроптың семенасын бір ас қасық укроптың семенасын және тура осындай суға қойып тұндырып күніне бір 100 граммнан 3 рет бөліп ішетін болсаңыз, бұның эффектісі одан да тағы да мықты болады. Сол үшін осылай пайдалансаңыздар. Ал енді бұның противопоказаниясы қандай? Кімдерге ішуге болмайды? Бұл екі қабат әйелдерге және бала емізіп жүрген әйелдерге, нефроз және нефритпен ауырған адамдарға және ауырып жүрген адамдарға ішуге мүлдем болмайды. Құрметті көрермендер, жалпы біздің осы каналға жазылыңыздар. Біз алдағы уақытта тағы да үлкен жалпы народный медицинамен қалай емдеуге болады, қандай шөптерді қалай жасау керек, қандай противопоказаниясы бар, барлығын сіздерге айтатын боламыз. Жалпы дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттарды сіздерге бөлісетін боламыз. Каналға лайк басып, жазылып қойыңыздар.